Баршаңызға сәлем, күндеріңізге сәттілік, сіздермен бірге Айсұлу. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді кешкі аспен бөлісетін боламын. Бізге ірілеп туралған ет, жуа, асқабақ, сәбіз және картоп керек болады. Етті майда қуырамыз және оны жақсылап пісіріп аламыз. Піскеннен кейін үстіне ірілеп турап жуа саламыз. Жуамыз жұмсарғанша қақпағын жауып қоямыз және бөлек ыдысқа су қойып, газге қойып қоямыз. Оның үстіне картоп пен асқабақты турап саламыз. Картоп пен асқабақтың үстіне тұз және кішкене сары май саламыз. Кейін сәбізді үкіштен өткіземіз. Мен осындай ұзынша үкіштен өткіздім. Оны өткізіп болғаннан кейін жаңағы етіміздің үстіне салып тағы да кішкене бұқтырамыз. Сәбіз жұмсарғаннан кейін үстіне тұз және бұрышымызды саламыз. Кейін оның үстіне су құйып тағы да бұқтырамыз. Ет дайын бола бастаған кезде уақтап турап сарымсақ саламыз. Осылайша асымыз дайын болды. Картоп пен асқабақтың үстіне қуырылған етімізді салып отбасымызға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.